Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай дәмді әрі өте оңай, тез дайын болатын бауырсақтар дайындаймыз. Енді суымыздың үстіне сүтімізді, қантымызды, майымызды салып, сұйық массаны жылытып аламыз. Қатты ыстық қып алмаңыздар, себебі қатты ыстыққа біздің ашытқыларымыз күйіп қалуы мүмкін. Осылай жақсылап араластырамыз. Енді електен өткен, өлшенген ұнымызға сұйық массамызды құямыз. Осылай венчиктің көмегімен ортасына кішкене ойық жасап, сол жерге сұйық массамызды құямыз. Осы сұйық массаның үстіне енді 11 грамм өлшенген дрожжымызды салып, ыдысымыздың қақпағын жақсылап ауа өтпейтіндей етіп жауып, 15 минутқа қалдырып қоямыз. Сол уақыттың ішінде біздің дрожждарымыз реакцияға түсіп, өзі көпіршіп көтерілетін болады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қолдау білдіріп өтіңіздер. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Енді біз 15 минут өткеннен кейін міне осылай көтерілді. Осының үстіне бір шай қасық тұзымызды салып, қолымыздың көмегімен енді қамырымызды илейтін боламыз. Осылай қамырымды жақсылап иледім. Осы 700 грамм ұн маған жеткілікті болды. Егер сіздерге жетпесе, кішкене ұн қоссаңыздар болады. Және қамырымыз біздің жақсы көтеріліп, әдемі жылтыр болу үшін осылай сұйық маймен сыртынан кішкене жағып қойсаңыздар болады. Енді ыдысымыздың қақпағын жауып, біз қамырымызды 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтеріліп, әдемі болып шығу үшін. Міне қамырымыз осылай көтерілді. Енді мен бұл қамырды 2 бөлікке бөліп, бауырсақтарды пісіруге кірісетін боламын. Ыдысымызға жабыспай осындай әдемі жұмсақ қамыр болып шықты. Қамырымды осылай 2 бөлікке бөлдім. Енді зуала жасап, біз бауырсақтарымызды жаямыз. Бауырсақтарымыздың қалыңдығын 3-4 мм ғып жайдым. Сіз өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасасаңыз болады. Кейбір адамдарға қалың бауырсақтар ұнайды, кейбір адамдарға жұқа бауырсақтар ұнайды. Әркім өзінің қалауы бойынша жасай алады. Бауырсақтарымды жайып алып, мен осындай қағаздың үстіне орналастырамын. Себебі солай жасаған өте ыңғайлы, жабыспай, жақсы алынатын болады. Жайылған бауырсақтарымды мен осындай үйдегі бокалдың көмегімен осылай дөңгелек етіп істедім. Сіз өзіңіз қалаған формада жасасаңыз болады. Маған осылай жасаған ыңғайлы. Осылай бауырсақтарымның барлығын бөліктерге бөліп, мен қағазымның үстіне орналастырдым. Бауырсақтарымызды осылай орналастырдым. Енді оның үстін бір таза матамен немесе орамалмен жауып 15 минутқа қалдырамыз. Мен осылай марламен жауып қойдым. Енді біз майымызды қыстырып аламыз. Майымызға осылай 5-6 бауырсақтан сала отырып, 2 беті қызарғанша пісіріп аламыз. Піскен бауырсақтарымызды майдан алғаннан кейін қайтадан қағазымыздың үстіне қоямыз. Себебі қағаз біздің бауырсақтың бойындағы майларын өзіне сіңіріп алады. Менің каналымдағы рецепттер сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, және өздеріңіздің достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Міне біздің бауырсақтарымыз жұп-жұмсақ, қып-қызыл, және арасы да өте жұмсақ, осындай ауа үрленген бауырсақ деп айтады ғой, воздушный болып пісті. Сіздер де жасап көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.